Балабақша бұл махаббат, бақыт, мейірімділік мекені. Өйткені балабақшада өзіндік атмосферасы бар, балалар ойнайтын, ертегі тыңдайтын, сабаққа қатысатын, еңбек ететін, өз секілді көптеген балалармен араласатын үлкен үй. Балалардың барлығы дерлік ерте ме кеш пе уақыты келгенде балабақшамен танысу жағдайына тап болады. Осы кезде ата-аналарда көптеген сұрақтар мазалайтыны анық. Мысалы, балабақша бейімделу қалай жүреді, тәрбиешісі қандай, топтары қандай, балаға қауіпсіз әрі қызықты болар ма екен? Біздің аққу ересектер тобының жас ерекшелігі 4-5 жас. Ұйымдастырылған іс-әрекет 20 минут. Оқыту тілі қазақ тілі. Қазақстан Республикасы білім туралы заңымен бекітілген мектепке дейінгі тәрбие мен оқытудың үлгілік оқу бағдарламасымен жұмыс жүргізіледі. Ата-ана мен баланы қарсы алатын қабылдау бөлмесі. Бұл жерде ата-аналарға арналған ақпараттар, ұсыныстар, кеңестер, кері байланыс жәшігіне өзіңіздің қандай да бір өтінішіңіз немесе ұсынысыңыз болса бей-жай қалмайды. Бала қауіпсіздігі басты назарда. Өрт сөндірушілер бұрышында өрт қауіпсіздігі мен жер сілкінісі кезіндегі іс-әрекеттер суреттермен безендірілген. Ойын бұл баланы сауаттылыққа, әдептілікке тәрбиелейтін таптырмас құрал. Ойын бөлмесінде топтағы ұлдар мен қыздардың гендерлік ерекшелігіне байланысты ойыншықтар түрлі түсті себетте орналасқан. Бала отырып армандайтын, тынышталатын жеке шағын кеңістікте бар. Баланың туған еліне, жеріне деген сүйіспеншілігін арттыру мақсатында отбасылық құндылық пен бала құқығы туралы суреттер де ілінген. Миды дамытуға арналған жаттығуларды үздіксіз орындау арқылы баланың ойлау, есте сақтау қабілетін, зейінін дамытамыз, шығармашылық қабілетін ашамыз. Мидың екі жартышарын бірдей дамытудың тиімді әдісі екі қолмен сурет салу, яғни нейрожаттығу. Сөреде балаларға арналған жалпы қауіпсіздік ережелері мен жолда жүру ережелеріне арналған буклеттер де бар. Ұлттық тәрбие, ұлттық құндылық демекші, балаларды рухани құндылықтарымызды бағалай білуге баулу мақсатында ұлттық бұрыш тобымызда ойып тұрып орын алады. Қазақ халқының салт дәстүрінің, рухани ата-баба мұраларының тәрбиеде алатын орны зор. Ұлттық құндылығымызды ойын тапсырма арқылы бала ойына, бойына сіңіру, үйрету болып табылады. Ойын бұл жаңа нәрсені білу. Ойын бұл әлемнің асылын тануға талпыныс. Ал бұл мүмкіндік қауіпсіз ортаның арқасында жүзеге асырылады. Қазақтың танымал ақыны Мұқағали Мақатаевтың бесік басында өлеңінде «Ояту былай тұрсын рұқсат жоқ, ұйықтап жатқан ұлымды тербетуге» деген өлең жолдарында айтылғандай, сәби ұйқысын ешкімнің ешқашан кедергі келтіруге қақысы жоқ. Өйткені тыныш ұйқының бала дамуында үлкен рөлі бар. Сондықтан баланың күн тәртібін, күн режимін қалыптастырған кезде ұйқының уақытылы болуын қадағалау шарт. Алуан түрлі ертегі, бесік жырымен балалар тәтті ұйқыға жатса, ұйқыдан оянғанда ұйқыдан кейінгі жаттығулар жасалынады. Балабақша топтарындағы негізгі критерийлері әр баланың қызығушылықтары, ерекшеліктер мен қажеттіліктерін ескере отырып, жалпы адами және ұлттық құндылықтар негізінде оларды толыққанды дамыту мен әлеуетін ашу болып табылады. Жайлап жүріп ойыншықтармен танысып, топтың бұрыштарына аз ғана саяхат жасайық. Баланың физикалық қасиеттерін дамыту, коммуникативтік, танымдық және зияткерлік, шығармашылық, зерттеу іс-әрекетін дамытумен бірге әлеуметтік эмоционалды дағдыларын қалыптастыруға арналған бұрыштар бар. Тазалық, денсаулық кепілі демекші, мәдени гигиеналық дағдылардың маңыздылығы туралы балалардың білімдерін кеңейтеміз. Тазалықтың досы су дегенім осы деп балақайлармен тазалыққа бірге үйренеміз. Балалар жуыну бөлмесінде жуыну алгоритмімен танысып қана қоймай, су асты патшалығындағы балықтарды қызықтайды. Тәрбие мен білім егіз. Мектеп жасына дейінгі балалардың дамыту мәселесі мемлекеттік саясаттың ажырамас бөлігі болып отыр. Егемен еліміздің талабына сай мектепке дейінгі тәрбие мен білім беру, қазіргі заманға сай білімді де тәрбиелі ұрпақ тәрбиелеу, білімді жан-жақты тәрбиешілердің еншісінде.